Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Қазақ әдебиеті пәніне қош келдіңіздер. Бүгін біз бір мектепте оқыған Таған мен Еріктің бейнесін ашатын боламыз. Танымы терең, білімді, жоғарғы оқу орнына қызмет етіп жүрген Таған бүгін де тағдыр тәлкегіне түскен. Оның осындай шарасыз хәлінің үстінен бірге оқыған Ерік түсті. Алайда Таған Еріктің арам пиғылынан, сұм ойынан хабарсыз еді. Оралхан Бөкей. Атау кере Тағаның сөзі. Шал үйге кіріп кеткен соң, Таған ечелгі әдеті бойынша сыртта қалды. Шал әңгімесі шым-шымдап бойына тарап, жанын жадылап тастағандай жабырқау халден айыға алмады. Болмысың болар болмыс тірлігін алданып, арпалысып өте шығар адам өмірінен аянышты не бар бұл жалғанда? Шалағасын сараптап айтқаны нұққаны. Мәңгіліктің алдында пенде шіркін әрқашанда ұттылары. Жеңеміз деп жеңіліс табатыны. Сөйте тұра кештік құмыр үшін түстік мал жиятындағы. Бұл дүниеден кімдер өтпеді? Қақарынан қан тамған қан, байлықтан бастау ағызған бай, мұқым әлем даусына қартқан құламалар. Кәне? Солардың мың жасаған. Кәне? Солардың о дүниеден қайтып оралғаны. Сонда не үшін өмір сүру керек? Бәлкім ұрпақ үшін, ұлт үшін. Бірақ сол ұлтқа мен секілді алқаш, жоқ болмаса Ерік секілді топаста тоғышар ұрпақ керек пе? Неге біз осы ұрпақтың рухы мықты, дені сау, дәулескерде күрескер, өз ана тілін ғашығынан артық ардақтайтын асыл тектілік үшін, ізгілік әрекеттер үшін тәрбиелемейміз? Азап шегіп, жарым жанда жармес, дейл құлда дүбірі ұлт қайналып, азып, тозып, азғыны құрып кеткеніміз ләзім ау. Ал шалдың әрекеті ше? Тағырықтан шығудың жалғыз жолы осы ғана ма? Жоқ, бұл амалсыздың күйін кешкен тым-тым шіңішке жол. Сонда не істеу керек? Егер қаладағы қазақтардың қалың ортасына барып бұлай десек: «О, ағайын, ес ақылдарыңды жиыңдар. Біз қатыгезденіп барамыз. Біз имансызданып барамыз. Біз айналайын анамыздың ақ сүтін ақтай алмай жүрміз. Бір күнгі қызды қызыққа мастанып, тасыраңдап кеттік. Көзімізді шел басты. Көңіліміз көр, жігеріміз құм болып, құрдым дәуренің әлеулейін шырқап жүрміз. Тамаша өмірдің тасқынымен ағысып ағамыз келіп. Ағысқа қарсы жүзу, не жаға қарай ұмтылу жоқ. Жер бетінде өзімізден басқа адам жоқтай, жоқтан өзгеге сілеміз қатқанша күлеміз, сілікпеміз шыққанша бір-бірімізге үреміз. О, ағайын, сондағы мақсатымыз не? Тірі жүру, теміскі өмір сүру ме? Бейне тоқтап қалған сағатта бұрап қайта жүргізгендей. Қара шапанды түннің етегін түріп, ай шықты. Дүние сүттене бастағандай. Ақша мен ақылдың артықтығы бар ма? Тек қана арам болмаса болғанында. Захар, сен бар... Ерік-ау, сен менлесіп келді ме? Захар, янда бір кісі отыр. Бар алды. Қара бұра. Қара бұра. Лакымен әлеті, кірсеңші. Тұрмайсың бордыңа. Отыр. Сидай. Бес баттан қылмай мына қолыңды жұмсаңшы. Жоғал ба? Ұят болдау. Дардай жігітке даусыңды күтіргенің не? Мұны қайдан тауып аласың? Өзің ес тұрсы ба? Балсырадан бір стақан берсең атасының құныңды жел бұл. Қайдан есі дұрыс болсын, Захар? Есі дұрыс болса осы ит арқасы қиянға атты қырып салпақтар ма?
Маскүнем деген рудың елшісі. Қолбала ретін ұстау алып келе жатыр. Қыстай бағып, ұнамай жатса келесі жазда тауып алған жеріме апарып тастармын. Біздің қатынның қолына тисе, жуып шайып қарағайдай азамат қылады. Мені де түрмеде отырғанда өлердей ғашық болып адам қылған осы марпа. Захар. Азып тозып кеткені болмаса, жаман кісіге ұқсамайды. Тоқтай тұр, бар. Захар, сені қайдам, мынау бар ғой, 60 әйел бақса да адам болмайды. Өйткені қаны арақ қайналып кеткенде бұның винокровия деген ауруы бар. Ұқтың ба бар? Ұқтың ба? Бәсе, сасыр екен. Мақұл. Толтырып қойшы. Отыр. Мынаны ішіп-жеп, әлі жинап алай. Ана фляктағы балды көтересің қазір. Енді бұл сөйді. Захар, аға жандағы сыраңнан мынаған. Ой, азамат, мынау бой тұмарың қасында жүр ғой, Ой, тұрмай мұна. Ғаламат екен, Бір күрешкен. Ай, жаным ай. Жанымды бойыма әрең шақырдым ау. Күні бой сасы қарақ ішіп әбден ішім күйіп қалып еді. Енді бұл тегін концертін бастайды қазір. Құй тағы да бірді ғой. Онда тағы бір Ағылғай балғыз жалып тастамасаң болмайды бұны. Тамақ жесеңізші. Аш қарынға қалай іше бересіз? Сырада тамақ. Әйтпесе баяғыда аштан өліп қалмас бедім. Сыраңыз зәм-зәм екен. Жетеді, болды Захар. Қара бұра, сен қазір ана балды көтер алмай қаласың доғыр енді болды. Қымбатты оқушылар, Атау Кере повесінің драмалық қойылымынан үзінді көрдік. Енді осы үзіндіні сабағымызда пайдаланамыз. Кеңістік пен уақыт бөліміндегі сабақтың тақырыбы Оралхан Бөкей Атау Кере повесі тағдыр тәлкегі бөлімі. Сабақтың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету. Балалар, мен бірнеше сұрақтар қоямын. Сол сұрақтарға ауызша және толық жауап беріп отырыңыздар. Ерік неге өзін өзгелерден оқшау сезінді? Қалай ойлайсыңдар? Аяқ астынан табылған олжаға Ерік неге балаша қуанды? Еріктің қолындағы сиқырлы күш не деп ойлайсыңдар? Екеуміз де бұрынғы палуанбыз деген мысқылдың астары неде? Және бұны кім айтты? Не үшін айтты? Дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Бірінші тапсырма. Үзіндіні оқып, кейіпкерлер іс-әрекетіне талдау жаса. Дескриптор үзіндіні оқып мазмұнын түсінеді, кейіпкерлерді іс-әрекет арқылы даралайды. Бірінші үзінді. Тері қоржынды ақтарып, көк мойын шөлмектің бірін күнге шағылыстыра жұлып алғанда, мойын тамыры білеудей маскүнем жұтқыншағы бүлкілдеп, көзі бағжаң ете қалды. Көкесегің болайын, көкетай, құлыңмын, зекетіңмін. Шөге түсіп, аяғынан құшақтады. Бұл кім? Қандай кейіпкер?
Қай кейіпкердің сөзі? Қане дұрыс жауабын салыстырып көрейік. Дұрыс тапты деп ойлаймын, балалар. Әрине бұл таған, маскүнем, әлсіз, ащы суға жанын беруге әзір. Таған кейіпкерді дұрыс таптық. Екінші үзінді. Құлдығың болайын, Ерікжан, білемін, сен бала кезіңнен ішпейсің, білемін, бірақ көрші ауылдан мініп кеткен атты иесіне қайтару керек еді. Алматыда 5 жыл оқыған, аспирантурасын тауысқан, ешкім жауырынын жерге тигізіп көрмеген жігіттің сұлтаны. Бұл жерде тағанның қандай қасиеттерін байқадыңдар, балалар? Қане ойланайық. Әрине дұрыс жазды, дұрыс тапты деп ойлаймын. Бұл тағанның жауапкершілігін сезеді. Қандай шарапқа тәуелді болса да ұяты бар. Өтірік айтпайды, палуан, Еріктің ауылдасы, құрдасы және білімді. Үшінші бөлім. Құлым болатының рас. Сасық сары sıрамен суара берсем, қатын суына көпір салып берерсің. Ауыл арасы жақын, атты өздері ақ іздеп тауып алады. Сайтан алады дейсің бе? Сойып жейтін сорпасы да жоқ. Кеттік. Сенің аттың артына мінгесте алмаймын. Жол ұзақ. Бұл кім? Қандай кейіпкер? Қане ойланайық, балалар? Дұрыс, Ерік, қара ниет, пасық жан, мейірімсіз, бір жұтым сыра үшін жолдасының құл болуға дайын екендігін көргенде төбесі көкке жеткендей қуанды. Бұл қара ниет кластасы Ерік екен. Екінші тапсырма. Кейіпкерлердің типтік образын анықтаймыз. Дескриптор көркем шығарма кейіпкерлерін жинақтайды, шынайы өмірмен салыстырады. Ал қазіргі қоғамдағы тағандар кімдер? Таған кейіпкерлерін кімдермен салыстырамыз, кімдермен балаймыз? Ойланайық, балалар. Тіл, жер, дәстүрге жаны ашитын адамдар. Дұрыс айтасыздар. Еліне пайда тигізуді парыз санайтын адамдар. Өмір күрес екендігін түсінеді. Ел болашағы үшін еңбек етеді. Ал енді еріктер әлемі. Қазіргі заманда ерік сияқты кейіпкер, яғни ерік сияқты әлемдер. Кімдерді жатқызамыз? Өзіне қажеттің бәрін ақшаға сатып алуға болады деген ойда жүретін адамдар. Өз пайдасы үшін ештеңеден тайынбайтын адамдар. Ұрпақ қамын ойламайтын адамдар. Екі кейіпкерді жинақтау типтік образға даралау мінезге әкелді. Дараладық, мінездеме бердік, екі кейіпкерді салыстырдық. Өзіңді бағалаңыз, жоқ арқылы. Сен көркем шығармадағы кейіпкерлерді даралай алдың ба? Типтік бейнені таба алдың ба? Көркем шығарма оқиғасын өмірмен салыстырдың ба? Қымбатты оқушылар, жоқ деп дұрыс жауап берді деп, өзін дұрыс бағалады деп ойлаймын. Өздік жұмыс. Пікірлер алаңы. Дескриптор шығарма оқиғасын өмірмен байланыстырады, өз пікірін жазады. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Қорытынды. Көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсеттік. Өмірді басынан бастау қиын, бірақ өзгертіп жалғастыруға болады. Бүгінгі сабақта пайдалы пікір алдыңдар деп ойлаймын. Көңіл қойып тыңдағандарыңа үлкен рахмет. Келесі білім алаңында кездескенше сау болып тұрыңыздар.